3-cü bölümümüzden köpekten çıkmaya gitti. Benim sabahlarım bolup kaldı. Beni avulga vargasın sürü kıyım oldu. Hiç istemaydı. Ben bir yerlerde özgürtleniyordum. Batuşanı altına kızdım. Dostlar, şimdi onu milyon tengemin sizde kadar like basıp және комментарий жазуларыңыз керек достар. Бүгінгі видеода мен сіздерге барынша атака жасауға тырысамын. Бірақ әскерлер әлі шықпады. Мен басқа да бір нәрселермен айналыса аламын. Достар, кешіңіздер бір шұғыл шаруам шығып қалды. Мен жаңа клан аштым. Менің атым Тайконур 2017. Сіздер маған айдияларыңызды комментарияға жазсаңыздар, мен сіздерді кланға тіркеймін. Бұл клан әлі атакаға шықпаған. Бұрынғы жігіттер кланы байқаусыздар кетіп қалды. Мен атака жасаймын. Тактикамен жасауға болмайды. Резюмелік. Мұнда шыбындармен емес айдаһармен жасау өте қауіпті. Мұнда от шашулар түсіндіру қиын болады. Қалғанына 2 снаряд ататынды сындыру оңай шабуыл. Ал кәдімгі әскермен шабуылдасақ, мұны бәрін құртады. Барбарлармен шықпаймыз. Біз ойланайық. істей алмай қалдық. Көбісі түнде мән бермейді. Мәселе лигадағы ең мықты адамның өзінде түні онша емес. Оның жарығы өте мықты. Түні онша қатты емес. Мен төменде. Бұл енді жақсырер. Болады. Мына жаққа атака жасау леван қолымнан келмейді. Король. Бірінші левелдің королін әренгенген. Атака жасап көргенде. Бірінші левелдің. Бұл не? Не бұл? Мынандай жер мен жеріме жетпейді. Мен жеріме қанағат етейінші. Мынау не? Шайған бір нәрсе. Түсіндім. Бұл енді онша қатты мықты емес. Ал төмен лигадағылар мықты. Әлде білмеймін. Так ең төменгі лигадағы кісінің түні төмен ештеңе етпейді. Ал көрейік.
Mına жерме? Mına жерге енді закыл тастайтын болды. Бәрін жібере бересің, жібере бересің болды. Ұтасың. Onun için inşallah yoksa kulağına takımı bulmak var. Benim қатарлас адамдарға шабуыл жасау қиын болады. Адам атака жасауға болады. Қолайлы. Ben de bir 20'da durayım. Tezmesi 40 tane. Sizler ID'larınızda yazınızlar. Benim kullanım en aşağı nasıl? Benim kullanımın mesela sizlerle her daim WhatsApp yok. Hayda WhatsApp. Жарайды, достар, кешіріңіздер. Жаңа шаруа шығып қалды. Осымен видеоны аяқтаймын. Қош сау